сіздер белсенді тапсырма құрастыру үшін Genially сайтына кіріп, әдеттегенше өзіміздің Google аккаунтымыздан кіреміз. Енді Create Genially батырмасын басамыз. Астынан Gamification деген бөлімді таңдаймыз. Яғни осы бөлімде әртүрлі ойындар сақтаулы. Мінекей Gamification. Мінекей әртүрлі квиз түріндегі тапсырмалар тұр. Мінекей New дегендері тегіндер, мына жұлдызша сарылар, олар платный. Сол себепті олардың таңдаудың қажеті жоқ. Мінекей мына көктерді таңдаймыз. Сөйтіп Use this temple дейміз. Мысалына қарапайым бір ойын түрін таңдайын. Өзіміздің тапсырмаларымызды әр бетке енгізіп шығамыз. Сол жақ бөлікте бізде презентация секілді беттер көрсетілген. Яғни бұл бағдарлама презентацияға өте ұқсас болып келеді. Мінекей тақырыптарын барлығын өзгертіп шығамыз. Келесі бетті ашсақ, мынандай сұрақтар тұр. Wrong answer және right answer. Correct answer. Correct answerге біз сұрағымыздың дұрыс жауабын белгілейміз, ал wrong answerге біз қате жауабымызды белгілейміз. Яғни бұл автоматты түрде rightты басқан кезде келесі сұраққа өтеді, ал wrongды басқан кезде қате деп шығады. Мінекей енді дайын жұмысымызды көреміз. Set all'ды басып, мінекей. Енді all set батырмасын басып, жұмысымыз дайын болғаннан кейін share батырмасын басып, insert деп скрипт копировать етіп аламыз. Болмаса ссылкасын копировать етіп, оқушыларға ссылкасын жіберсек болады. Мінекей скрипт скачать етіп алып, текстовый документке қоямыз. Сохранить как батырмасын басып, оны HTML түрінде сақтаймыз. Яғни бұл түрі біз бағдарлама түрінде сақтаймыз. Ол интернет арқылы жұмыс жасайды. Мінекей сақтап алдық. Яғни ссылка арқылы емес, мінекей мына тест деп тұрған документке кіретін болады оқушылар. Осы документті жіберсек болады оқушыларға. Мінекей документ ашылды. Бұл ұялы телефоннан да ашыла береді. Старт батырмасын басамыз. Мінекей wrong answer дегендер өзіміз алдында қате жауаптарымыз саламыз. Wrong answer белгілесек, осылай қате деп шығады. Ал right answer белгілесек, келесі сұраққа өтеді. Мінекей барлық тестті орындап көрейік. Бұл тесттің ішіндегі барлық сұрақтарын, ответтерін, жауаптарын барлығын өзгерте береміз. Қосымша сұрақтарды да қоссақ болады. Мінекей congratulations деп шықты. Restart деп қайтадан тапсырсақ болады.